Әке, мен интернеттен бір бейне көрдім. Онда жихадқа шығу міндет деп айтты. Бұл рас па? Балам, кейбір адамдар жихад сөзін қате түсіндіреді. Шын мәнінде жихад соғысу емес. Онда не? Жихад өз нәпсіңмен күресу, білім алу, адал еңбек ету, отбасын қорғау. Бұл Аллаға ең ұнамды іс. Сонда қару алып соғысу емес пе? Жоқ балам, қару алып жазықсыз адамға зиян келтіру ең үлкен күнә. Пайғамбарымыз да бейбітшілікке шақырған. Түсіндім, әке. Яғни менің нағыз жихадым жақсы оқып ата-анама көмектесу ғой. Дұрыс айтасың балам. Нағыз мұсылман білімді, еңбекқор және айналасына тек жақсылық жасайтын адам. Онда мен достарыма да айтып беремін. Жихад соғыс емес, білім алу екенін. Жарайсың балам. Міне, ең үлкен жеңіс өз нәпсіңді жеңу.